Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін Кебекбай шешеннің әділ билігі туралы бірнеше шешендік сөздерді оқып берейін, лүпіл басып қолдап отырыңыздар. Бұл кішкентайымнан құлағыма сіңіп қалған ел сөз еді, деп бастады әңгімесін Кенен Әзірбаев. Сонда Кебекбай кім? Оны көрдіңіз бе дейсіз ғой? Иә, көрдім. Талай соңына ілесіп жүрдім. Оның менің ақын болып өсуіме әсер ықпалы аз болған жоқ. Біртіндеп айтайын. Кебекбай бізбен аталас. Менің әкемнен 15 жастай үлкендеу. Сонда Кебекбай шешен 1821 жылы туылып, 1908 жылы 87 жасында қайтыс болғанға ұқсайды. Туған жері қазіргі Жамбыл облысының Қордай ауылы Мәтібұлақ басы. Ол Қасқарау еліне би болып сайланғанда менің әкем оның қызметшісі болды. Қызметшінің атқарар ісі белгілі. Қасында ілесіп жүру, атын жемдеп, суғарып күту, оны ерттеп беру, үй шаруасына жәрдемдесу, тағысын тағылар. Әкем байғұс солардан қалған құтқанын әкеп бізді асырайтын, ескісін киетінбіз. Менің шешем өлгенде Кебекбай атамның бір топ ауыл адамдарын бастап келіп көңіл айтқан есімде. Сонда ол көсіліп біраз сөйлеген. Ол кезде мен 7 жасар қам көңіл баламын. Не дегенін ұқпаппын. Кейін әкем Әзірбайды 2-ші рет үйлендіргенде сол Кебекбай. Оның бізге көрсеткен шапағаты көп. Қайсы бірін айта берейін? Қош. Енді сол Кебекбайдың қандай қазақ болғанын айтып берейін. Кебекбай шешеннің әрбір іске әділ билік айтпаған кезі болмаған. Ол кезінде Тезек төре, Ескелді, Балпық, Тәнеке билерге, Бәйтеке, Төрегелді, Анатай батырларға жөн-жосық тоқтам айтқан шешен би еді. Қайдағы кедей нашарларға болысқан. Өзі батыл, алғыр тапқыр, жомарт, намарт кісі екен. Осы күнге дейін Кебекбай айтыпты деген сөз ел арасында көп. Кебекбай Дулаттың Жаныс, Жарылқамыс, Бұхар, Қасқарау, Ораз, Бесқалмақ, Бөгежіл аталарына шыққан. Бөтей Байторы деген кісінің баласы. Нағашылары Жалайыр, Бөлек, Кебек батырлар болған. Кебекбай деп атаған себебі Кебек батырға еліктеп қойғаны еді деседі халық. Елді Қоқан ханы билеп тұрған кезде зекет, қора басы, пітір, ұшыр деген алым салыққа қарсы болып, олардың зекетшілерімен айтысып жүріп, бірде Кебекбай жау қолына түсіп қалады. Оны ұстап берген Ысқақ Манап еді. Кебекбай оған: жалғыз балаң бар екен, сонымен дос болайын, мені босат, Қоқанға жем қылма, десе, Ысқақ Манап көнбепті. Қоқандар Кебекбайды байлап, аяғына кісен салып тастайды. Қыс қатты, ат арық болып, қазақтар артынан жуырда іздеп бара қоймайды. Сонда Кебекең: ау ағайын, мен де қазақтың қадірлі адам едім, босатыңыз дейді. Сонда Қоқан бектері: қадірлі болсаң, артыңнан іздеген елің кәне депті. Қоқандықтардың заңы бойынша адамды зынданға салып, 1-2 айда іздеуші келмесе, дарға асып өлтіре салады. Жоқтаушылар келсе 100 жылқыға сатып қайтарады. Артынан жоқтаушы келмеген соң Кебекбайды Қоқан ұлығы зынданға салғызады. Әкесі Байторы қырғыз жаққа сұрау салса ешкім білмейді. Апырмай, бұл қайда кетті? Қоқандықтар өлтіріп тастап жасырған болар деп біле алмай дал болады. Қырғыздар қоқандықтарға дау жанжал салып, Кебекбай үшін айдар тұлымды ардақтыларыңды біз де жоямыз, қанға қанмен кек аламыз депті. Қоқандықтар тыңдамапты. Артынан ешкім іздеп келмеген соң ала шапанды сарбаздар Кебекбайды зынданнан шығарып, дарағаштың түбіне айдап әкеледі. Осы кезде бұзау бағып жүрген Ажар кемпірдің бұзау торпақтары оқыралап дарағашқа сүйкен еді. Кемпір бұзауын айдағалы келсе, Кебекбай дар түбінде тұрады. Ойбай-ау, Қауыржан-ау, сен мұндай күйге қашан душар болып едің деп құшақтай алады. Қоқан сарбаздары: әй кемпір, сен де өлгелі жүрсің бе деп қамшымен оны тартып жібереді. Ажар
Кебекбайдан ажырар емес. Ойбай-ау, бұл кісі қазақтың қадірлі адамы ғой. Байғазы Торғауыт батыр бүкіл ел іздеп таба алмай жүр ғой деп Кебекеңді ұрғанына қарамай құшақтап тұрып алады. Сарбаздар ақылдасып біреуі ұлықтарына кетеді, басқасы Кебекбайды қарауылдап қасында қалады. Ажар Кебекбайға айранын беріп, қарағым, дәм тұз татшы, әлде қандай заман болады деп ботадай боздайды. Қайтып ұмытайын, сенің бала күніңде аулың болып, әке-шешеңнен талай жақсылық көріп, дәм тұстатқан едім деп жылайды ол байғұс. Ажар Қасқарау Боқай дегеннің әйелі еді. Кедейліктен бұзау бағып, шалы сиыр жайып, Бішкекте жан сақтап жүреді. Оны Кебекбай да танып, ау жеңге, рахмет, өлсем кетермін, тірі қалсам елге жетермін, сонда сізді сыйлармын, бұл жақсылығыңды ұмытпаймын, ел жұртқа дұғай сәлем айтыңыз депті. Сарбаздар ұлығына кеткен қайта келеді. Кебекбайды қайтадан зынданға салып, кемпірге бар, еріңе хабарла деп хат береді. Ажар кемпір елге жетеді. Дулаттар жиналып келіп, 105-тіге Кебекбайды сатып алып, зынданнан шығарады. Бауырымдап, ботадай көрісіп жыласады. Жыланкөз байдың аулына алып келіп, боз бие, боз қасқа айтып, құрбан шалады. Мойны ырғайдай, биті торғайдай, шашы иығына түсіп, тырнағы өсіп кеткен Кебекбайды ел шомылдырып, киіндіріп, есін жиғызады. Қасқараулар еліне келіп, қатты қуанып той жасайды. 105-тіні ел болып жинап, сарбазға айдатады. Ала шапан, ала тақиялы қоқандықтар жылқыны Қордайдан асырып айдап келе жатқанда, Қордайдың долы дауылы ақ боранына ұрынып, бір қатары үсіп, бір талайы қырылып, айдаған жылқысынан айырылып, тамтығын алып барады. Сонда өзбек қариялары, Кебекбай киелі екен, осынша пәлеге ұшырадық депті. Кебекбайдың халыққа қадірі артып, атағы жайыла бастайды. Ел оған тізгін, шылбыр береді. Кебекбай әділетті, шарапатты, бият алып, атағы елге жайыла бастайды. Төрекелді батыр Кебекбайды қонаққа шақырып, өзі Шу өзенінің арғы бетінде алдынан шығып, оны тосып тұрады. Кебекбай да қасында сарбаз ақыны бар, бір талай жолдастарымен келеді. Бәрі бұлаң жүрік жүріспен келе жатады. Ат тоны жарасты бір шал, бұлардан аулақ келе жатып, жылай беріпті. Кебекеңнің оған көзі түсіп кетіп, ау Төрекелді батыр, анау кім, неге жылайды? Сен бірдеңе деп бедің? Деп сұрапты. Сонда Төрекелді, ол сізге қарабет болған адам. Баяғыда өзіңді қоқанға байлап беретін Ысқақ манап осы, дейді. Дос болайық, мені қоқан қанына қор қылма дегеніңізде, сізді тыңдамай байлап матап апарған. Сол жолы сізді апарып, үйіне қайтып келсе, жалғыз ұлы дөңбекшіп жатып, өліп кетеді, дейді. Сонда Кебектің әлгі манапты шақыртып алып, оған жұбату айтып, кештім депті. Төрекелдінің аулынан қонақ болып аттанғалы жатқанда, баяғы Ысқақ манап келіп, қол қусырып, оны қонаққа шақырады. Кебекең кек сақтамайды. Төрекелді бәрі барады. Үй көтеріп, тай сойып, күтіп, ат мінгізіп, шапан жауып, Ысқақ одан баталады. Сол жолы Ысқақтың тоқалы жүкті болып, кейін балалы бопты. Кебекбай әулие деп қазақ қырғыздар аңыз қылатын себебі осындайлардан болса керек. Достар, енді Кебекбай шешенің Тезек төренің төрелігіне сынын тыңдаңыздар. Тезек, Албан, Суан, Жалайыр, Дулат, Шапырашты сияқты тағы басқа елдердің төресі еді. Төре болған соң 6 ауыл қазақты оңынан да солынан да доптай домалатып ойнап келгенін істепті. 40 жігіт атарман, шабарман, ұры қарылар ұстапты. Оларды төңірегіндегі елге итаршы қылып ұрлық істетіп қояды. Ордасына рұқсатсыз кірген кісі ат шапан айып тартады екен. Жылқысын аралап, жоқ қараған адамдар да айып тартқан. Ұрысының бастығы Бапан, Қарашапан, Жылкелді деген жігіттер болыпты. Күреңбел жайлауындағы ордасында
ел жиналып жатады. Бұл төре не айтар екен деп ел елеңдеп қалған. Тағы да қандай жарлық болады деп үрейленеді. Бір уақытта төре жігіттері жиналыңдар деп елді алқа қотан отырғызады. Тезек төрені 6 жігіт ақ киізге салып көтеріп әкеліп, ортадағы аю терісі төселген кілемге отырғызады. Ала таяқты төлеңгіттері оны қоршап тұрады. Қашқын, ұры деп ұсталған 3 жігітті қол аяғын кісендеп елдің алдына тұрғызып қояды. Оны жендеттер қамап алады. Сонда жағалай тұрған елге қарап, қаһарлы даусымен Тезек төре сөз сөйлейді. Арға там Абылайдан бері қазаққа құт береке болған, жаудан жерді тазартып, елді өз қонысына қондырған. 300-дің әрбір руы төбесіне көтере төре қылып еді, дей келіп, Абылай атамның аруағына кір келтірген, дәм тұзымды татып жүріп, тұяқ жамбымды атып жүріп, маған қастық ойлаған үшін мына алдарыңда тұрған 3 жігітті дарға тартқалы тұрмын. Мұны естіген ел түстері қашып үндемей төмен қарайды. Малдар ұрланған байлар әр жерден төре дұрыс айтты десіп қошемет білдіріп жатады. Сонда Кебекбай бір тұстан: «Ау, Тезек төре, менің бір сауалым бар» депті. Тезек төре: «Бұл кім еді? Айтсын сауалын» дейді. Кебекбай: «Тақсыр су басынан тұна ма, аяғынан тұна ма?» депті. Тезек төре: «Аяғынан тұнған суды неше атаңнан бері көріп едің? Әрине, басынан тұнады» дейді Кебекбай. «Олай болса, төрелігіңе құлдық» дейді. «Елдің төресі, басшысы бола отырып, алдымен өзің ұрлық қыласың, дарға өзіңді тарту керек. Ата-бабаңның аруағына бұлар емес, өзің неге кір келтіріп отырсың? Елде ұры-қары тыйылсын десең, алдымен жазаны неге өзіңізден бастамайсың? Бұл жігіттерді жазалағанмен ұры-қары тыйылар дейсіз бе?» Төре сұп-сұр болып үндемей қалады. Қалың жұрт дүркіреп, «Кебекбай дұрыс айтты» деп айқай шу көтеріп, 3 жігітті босатып алып кетеді. Тезек төре көпке топырақ шаша алмай отырып қалады. Қалың қазақ Кебекбайға туысыңа болайын деп тарасады. Тыңдағандарыңызға рахмет.